Beri жақынырақ келіңіздер. Суроо талаптарыңыздар болса, проблемаларыңыздар болса айтыңыздар, уғайын. Эми Кудайга шүгүр, суроо талаптын баары тең, элдин күткөн үмүтүнүн баары тең акырындап ордуна келип баары жылыш болуп келатат. Илгерки ушу жети дубандын чыккан мыкчыгер акылман адамдарыбыздын илгерки үмүттөрүнүн баары тең мынакей азыр ишке ашып акырындап келатат. Мунуңузга чоң рахмат. Ар дайым ушундай эле элиңиз менен, жериңиз менен ушул элибиздин камкордук үчүн кылып аткан кызматыңыздын үзүрүн көрүп, ушул ар дайым жакшылыктын үстүндө болуп, сизге узак өмүр, бекем ден соолук, күчүңүзгө күч, кубатыңызга кубат кошуп, түгөнгө рызкы берип, Кудай таалам колдоп, кыдыр жолдоп, ар дайым жакшылык үстүндө болуп, батабыз тийип, ар жакшылыктын үстүндө жүрө бериңиз. Ишиңиздерге ийгилик. Баарыбыз эл журт ушу сизге ыраазычылык билдиребиз. Кыргыз болгон эле ушул моментке келдик. Ушу тегеректе, ушул жерде айтыңыз. Сіздерге чоң рахмат. Сіздермен бәрі еліміз өсіп атат. Абдан денсаулығыңыздар чың болуп, ел чыңыздан құлайырыңыздар. Анан Құрылтайда дачасыға бір келіп кетендеріңізді біз күтіп атабыз. Дачасынан боласыз ба? Дачасынан. Тән сізге жолығып, елімнен жеткіп қойындап. Айтайын деп келдім әлі осы. Дачасыға бір күнде өштірчіп, бошоғын бір уақыттан. Біз не сізді күтіп атат. Барып кетем мен. Тихо акы. Деген жоқ дегенде бір алтын елі бар. Мектеп садыга еш нәрсе жоқ. Достық айлық айырдылар? Бұл жерде? Бұл дей жағында? Мектеп садыга. Ондарыңыз арғайсы жақтарға барып келеді. Болды, неме қылуатшы, қайбек, шарға кіргі да бияғы, шарға кіргі. Достық айында мектеп жоқ. Қандай мектеп? Қазір біз деген ақырқы 12 мектеп, Саудовский фонд менен, сіз берген 20 мектепті де белгілеп едіңер. Ошолорду жаңы конуштарға таратып атасыз, сіз жаңағы сүйлөшкөн. Жоқ, достық айында мектеп жоқ деп атасыз? Мектеп Жоқ, жоқ. мектеп бияққа келишет да, бияққа келіп оқушсаңар да. 54 мектепке қаттап отыр. Қанша айырмасы? Аралығы? Башқа айыл бар. Қара аралығы қанша? Аралығы бір. Қанша күтін жашайсыңар достық айында? Бізде 1200 күтін жашайды. 1200 ай, güneyden aylık hem daha. Ova çok aylık. Allah emeğe güldü canım. Kim? Построй. Яқтан. Давай, срочно, 1200 ай tütün жашаған айыл бұл өте чоң айыл. Ол жаңы жылдан баштағылар. Егерде бюджеттен бөлінбей қалса, мен стақфондтан бөліп берейін. Çok жақсы мектеп салды. Мен разычылык билдирейин дедим эске. Мен жана 100 000 сом проект боюнча өзүм 2-чи группада инвалидмин. Могу Первомайский район боюнча 203-чү эптиде да. Ошондо мен өзүм ошо жана проектиге катышып 100 000 алып, өзүм машина оңдойм. Ошо элдин баарына келип мен жака келбей койдум. Меникине келип мен иштегенде машина оңдойм. Ошо 203-чү ПМТ бөлмө. Бөлмөдө, жакшы. Құдай бұйырса бір күні барып кетеміз. Жақсы ма? Пайда тауып атасыз ба? Жақсы, рахмат. Айына қанша пайда тауып атасыз? Мен мұрынғы қарағанда бір 60-70 мың тауып атасыз. 60 мың, 70 мың. Мұрда сіз 7 мың сом еле пособие алчысыз, е? Азыр болса бизнес açып алып 60 мың тауып атасыз. Onu ise ben barıp keteyim. Yine 25-30 yıldan beri şu yerde yaşayız. Anam Oşpazar bir yaka geliyor. Hazır cevap vereyim sizge daha. Oşpazar bir yaka geliyor. Geliniz verin. Жылдыр теттің ақсы қалды. Oşpazar bir yaka geliyor. Şu bizden жительдерге ошо место алса болот. Бола берет. Жетет, барыңарға жетет. Келіңіз, бер келіңіз. Свет өчөт да, Садыр Нурғожа. Бер келіңіз. Енді Жете албайлы. Қиқырбайлы жауап берейін. Электр энергиясы, эгерде биз аз 5 жылдын ичинде ушул иштердин барын жасап алганда, сиз азыр свети жок, илгерки 19-жылымда отурмаксыз. Отурмаксыз ошол жылда. Анткени мына бүт жанагы баягы 50-60-70 жылдардагы курулган Токтогул кесинен баштап Күрүпсай башка бүт бар бир ремонт болгон эмес. Бир ремонт болгон эмес, 50 жыл 24 saat boyu günü türü de işlep durgan. Men gelgende katastrofический авалга келип калган экен. Анан кокуй кой günü türü de иштейли деп туруп 4 жылдын ичинде бүт жаңылап бүттүк мына азыр. Бир эле Токтогул кесинен 4 агрегатын жаңылагандан 240 мегаватт үстүрө кошулду. Мына азыр даже свет менен отурганыңыз ошонун эмеси. Күрүпсайды коштук, жана башка кылып отурган. Анан жаңы бир 28 кес ишке киргиздик.
Эгерде мурункудай болуп эле мен эми баягы мурункуларды жамандагандай болбойм, бирок 20-жылдагыдай мен унчукпай отура берсем, моулардын баарын салбасам, анда свет жетип эле отура бермек. Свет жетип, анткени светти баягы завод фабрикалар жок болгондон кийин эптеп кыштын күнү дефицитти жаап коюп, а жайдын күнү эмес ага светтеп коюп эле отура берген. А эгер мен эчтеке курулуштарды, завод фабрикаларды, мектеп, садиктерди салбасам, мен деле ошентип отура берсем болот эле. Азыр мисалы мурда 14 миллиард электроэнергия талап кылган болсо биздин эли журтубуз Кыргызстан азыр 20 миллиардка жетти. 6 миллиард кошулду. Биз улам кууп жетпей келатабыз. Анан мен жакшы эле кеңири түшүндүрүп айттым окшойт свет боюнча.